сәлеметсіздер ме? Қазір бізде дүниетану сабағы. Видео сабақты жүргізетін мен Құттымұратова Балзия Маратқызы. Сабақтың тақырыбы сен тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін. Балалар, сәлеметсіздер ме? Сабақты бастамас бұрын ең алдымен компьютердің алдында қалай дұрыс отыру керектігін есімізге түсірейік. Орындыққа түзу отырып, аяғымызды еденге тигізіп, көзіміз бен монитордың ара қашықтығын сақтаймыз. Балалар, көңіл-күйіміз қалай? Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Ендеше, бүгінгі сабағымызды мына өлең шумақтарымен бастаймыз. Барлығымыз бірге қайталаймыз. Бүгінгі күн терезеден бізге міне тұр қарап, сондай жақсы көңіл күймен басталады бұл сабақ. Ал енді оқушылар, өткен тақырыпты есімізге түсірейік. Мен сендерге өткен тақырып бойынша сұрақ қоямын, соған жауап бересіңдер. Климат сөзі қандай мағынаны білдіреді? Келбеу деген мағынаны білдіреді. Экваторға жақындаған сайын ауа температурасында қандай өзгеріс болады? Жоғарылай береді. Климаттың адам өміріне қандай әсері бар? Келбетіне, кәсібіне, өмір салтына. Алып мұз қабаты қашан ериді? 13 мың жыл бұрын еріді. Климаттың өзгеруіне байланысты біздің бабаларымыз қандай шаруашылық түрмен айналысқан? Мал шаруашылығы, егін шаруашылығы және аңшылықпен. Жарайсыңдар оқушылар. Бүгінгі біздің сабақ өте қызықты. Ол үшін мына бейнебаянға назар аударайық. Төтенше жағдай дегеніміз табиғат немесе өндіріс апаттарының зардаптарын күнделікті қызметпен, қаражатпен жоюға мүмкіндік бермейтін мемлекетке төнген қауіп. Табиғаттағы катаклизмдер. Катаклизм сөзі грек тілінен аударғанда катастрофа, табиғи апаттар деген мағынаны білдіреді. Табиғи апаттар геологиялық және табиғи апаттар болады. Геологиялық апаттарға жер сілкінісі, вулканның атқылауы, селдің жүруі жатады. Ал табиғи апаттарға дауыл, қатты жел, су тасқыны, қар көшкіні, көк тайғақ жатады. Су тасқыны бұл өзенге, көлге немесе су қоймаларына жақын жерлерге судың жайылуы. Ол материалдық залал келтіреді, тұрғындардың денсаулықтарына зиян келтіреді немесе адамдардың өліміне алып келеді. Қар көшкіні бұл таулардың тік баурайларына құлайтын немесе сырғып түсетін, жылжитын қардың массасы. Дауыл жылдамдығы 20-30 метр секунд болатын жел. Шаңсыз, құмды және қарлы дауылдар болады. Теңіздегі дауылды шторм деп атайды. Көктайғақ бұл суық жердің үстіңгі қабатына жауатын жаңбырдың қатуына байланысты жерде, ағаштарда, сымдарда және басқа жерлерде мұздық пайда болуы. Жер сілкінісі жер асты соққылары және жердің үстіңгі қабатының теңселуі. Оның ішінде энергия процестерінің қозуынан пайда болады. Оқушылар, бейнебаяннан не түсіндіңдер? Катаклизм сөзін қалай түсіндіңдер? Бұл бейнебаянның біздің сабағымызға қандай қатысы бар деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, біздің жаңа тақырыбымыз катаклизмге байланысты. Жаңа тақырыбымыз сен тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін деп аталады. Оқушылар, мен сендерге қазір 4 түрлі қима қағаздар таратып беремін. Сол қима суреттерге байланысты біз 4 топқа бөлеміз. Бірінші топ су тасқыны, екінші топ өрт, үшінші топ жер сілкінісі, төртінші топ құрғақшылық. Алғашқы топтық тапсырма. Әр топ өз топтарының атына байланысты ой-пікірлерін білдіреді. Мысалы, су тасқыны тобы су тасқынына байланысты не біледі, сол туралы баяндап береді. Өз пікірлеріңмен бөлісесіңдер. Тамаша, жарайсыңдар.
барлығымыз орнымыздан тұрып, бойымызды сергітіп алайық. Көңіл-күй жақсы болса, ұршапалақ. Көңіл-күй жақсы болса, ұршапалақ. Көңіл-күй жақсы болса, ұршапалақ, шапалақ. Көңіл-күй жақсы болса, ұршапалақ. Ашу болып тұрсаң, сен жерді теп. Ашу болып тұрсаң, сен жерді теп. Ашу болып тұрсаң, сен жерді теп, жерді теп. Ашу болып тұрсаң, сен жерді теп. Қорқып тұрсаң, қолыңменен бетті жап. Қорқып тұрсаң, қолыңменен бетті жап. Қорқып тұрсаң, қолыңменен бетті жап, бетті жап. Қорқып тұрсаң, қолыңменен бетті жап. Ұйқың келсе, екі қолды қосып жат. Ұйқың келсе, екі қолды қосып жат. Ұйқың келсе, екі қолды қосып жат, қосып жат. Ұйқың келсе, екі қолды қосып жат. Көңіл-күй жақсы болса, ұршапалақ. Көңіл-күй жақсы болса, ұршапалақ. Көңіл-күй жақсы болса, ұршапалақ, шапалақ. Көңіл-күй жақсы болса, ұршапалақ. Балалар, Қазақстандағы соңғы 5 жылдықта болған табиғи апаттар жайлы білгілерің келеді ме? Ендеше тақтаға назар аударайық. Жители Восточного Казахстана стали свидетелями настоящего смерча. Накануне вечером вдоль трассы Семей-Оскар-Нагорск для Северной Америки. Необычное зрелище шокировало жителей села Украинка и проезжающих мимо автолюбителей. Десятки очевидцев успели снять на мобильные телефоны, как большая грозовая туча неожиданно превратилась в гигантскую воронку и опустилась на землю. Двигаясь с бешеной скоростью, смерч сметал все на своем пути, вырывал с корнем огромные деревья и электрические столбы. Разбой стихии продолжался около получаса. К счастью, никто не пострадал. По информации следователей, причиной возникновения типичного для Казахстана природного явления стали многочисленные вулканы, сформировали быстро движущиеся потоки воздуха. Горит снова. Смотрите. Машины не выпускают запах. Парадокс.
Бейнебаянда қандай табиғи апаттар бейнеленген? Бейнебаян бойынша өз пікірлеріңмен бөлісіңдерші. Жарайсыңдар, рахмет. Ал енді топтық жұмыс жасайтын да уақыт келді. Мен қазір әр топқа тапсырма жазылған карточка таратып беремін. Карточкада берілген ұғымдарды кестеге бөліп орналастырып жазасыңдар. Жарайсыңдар, ал енді топтар өз жұмыстарыңды қорғап шығыңдар. Енді топтар бір-бірлеріңді бағалаңдар. От шашу әдісі бағалауын естеріңде ме? Ендеше от шашу әдісі арқылы топтар бір-бірлеріңді бағалаңдар. Жарайсыңдар, оқушылар. Оқушылар, мен қазір сендерге 3 түрлі түсті шеңбер таратып беремін. Егер сендерге бүгінгі сабақ ұнаған болса, қызықты болған болса, жасыл түсті шеңберді, ал егер де сабақ сендерге мүлде ұнамаған болса, онда қызыл шеңберді. Егер де сабақ орташа деңгейде өткен болса, сары шеңберді көтересіңдер. Жарайсыңдар, оқушылар, рахмет. Оқушылар, мен қазір сендерге қимақ қағаздар таратып беремін. Бүгінгі сабақта сендерге пайдалы болған, тиімді болған білімді қағазға жазып чемоданға саласыңдар. Ал сендерге керексіз болған білімді қоқыс жәшігіне саласыңдар. Жарайсыңдар, рахмет. Үйге тапсырма ата-аналарыңмен бірге катаклизм жайлы қызықты мәліметтер қарастырып келесіңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.